Сәлем достар, сіздермен бірге онлайн English KZ. Бүгін сіздермен біз ағылшын тілінде ең көп қолданылатын сөз yes деген сөзді талқылайтын боламыз. Ағылшын тілін үйренгенде yes деген сөзді үйренгеннен кейін біз оны көп қолданамыз. Бірақ yes деген сөздің басқа түрлері де бар. Оны біз бейресми және ресми түрде қолданыламыз. Алдымен ресми түрін талқылайық. Yes деген жауаптың орнына біз certainly деп айтсақ болады. Certainly былайынша айтқанда of course, әрине деген сөз. Certainly. Мысалға, ресми жағдайда сіздерге бір ұсыныс жасайды. Сіздер оған certainly деп жауап берсеңіз, ол әрине деген мағынаны білдіреді. Ал келесі сөз with pleasure. With pleasure. Қуана. Бір нәрсені қуана істеймін. With pleasure. Сіздерге бір ұсыныс жасайды, мүмкін бір жаққа барып келелік. With pleasure деп айтқан кезде, сіз бір ұсынысты қабылдап, оны қуана жасайтыныңызды білдіресіз. With pleasure. Ал соңғы сөз indeed. Indeed деген сөз yes деген мағынаны білдіреді, бірақ ол өте ресми түрде болып саналады. Бір жағдайға, немесе бір ұсынысқа келіскеніңізді қатты білдіргіңіз келсе, сіз indeed деп жауап берсеңіз болады. Мысалы, сізге айтады, осы бір істі бірге жасайық, неге жасамасқа? Indeed деп жауап берсеңіз, сіз ол іске я деп келісіміңізді беріп жатсыз, және оған қатты қуанып жатқаныңызды білдірсеңіз болады. Indeed. Ал енді бейресми yes деген сөзді талқылайық. Олар өте оңай, оларды сіз бірден жаттап аласыздар. Бірақ оны әрине достарыңыздың арасында немесе бір такой свободный атмосферада қолдансаңыз болады. Бірінші сөз ол sure. Сізге мысалға досыңыз айтады, why don't we go to the cinema? Or do you want to go to the cinema? And you can say, сіз қалай жауап бере аласыз? Sure. Ол я деген мағынаны білдіреді, әрине деген мағынаны білдіреді. Sure, let's go to the cinema. Дәл осы сұраққа let's go to the cinema дегенге сіз okay деп жауап берсеңіз болады. Okay деген сөз бұл жерде сіздің ұсынысты қабылдағаныңызды барғыңыз келетінін айтады. Okay. Тағы да үшінші сөзді осы сұраққа жауап берейік. Let's go to the cinema. Or do you want to go to the cinema? Қалай жауап берсеңіз болады? Yeah. You can say that. Қазақ тіліне өте жақын сөз, yeah деген сөз, ағылшында, yeah, why don't we go to the cinema? Yeah. Ал достар, осы сіздерге бүгін үйретілген сөздерді күнделікті ағылшын тілдеріңізде қолданатыныңызға үміттенеміз. Hopefully, these phrases are going to help you to improve your English vocabulary and you are going to say yes to more things now. Сіздермен болған онлайн English KZ. Goodbye.